бірінші финишқа жетсе, сол ұтады. 1, 2, 3! Кешіріңіз аға. Қане, 1, 2, 3! Асқар бер кел. Кілтің қалтаңда ма? Иә. Жарайды, мен барып ипотеканы төлеп келейін. Қарның ашса, тамақ тоңазытқышта. Алысқа ұзаушы болмайма. Ау. Ана ағай не теріп жүр? Білмеймін. Қазына тауып алған шығар. Жарайды, мә, ұста. Мен кеттім. Кешіріңіз аға. Кешіріңіз аға. Отырғыштың жанынан тауып алып едім, бұл сіздің қазынаңыз ба?
Асқар! Асқар берген. Я, қазір келем. Құдайым, біз үлгермейміз ғой. Үлгермейміз. Бәрі жақсы болады. Дәрігерлер отан дереу жасау керек дейді. Кідіруге болмайды. Мен бір амалын табармын. Ал ондай ақшаны қайдан табамыз? Білмеймін, тым болмаса пәтеріміз сатармыз. Егер өтіп жатса әрине. Ал егер өтпесе ше? Ондай ақшаны бізге ешкім қарызға бере қоймас. Құдайым ай, балам ай. Жарайды болды. Сабыр ал. Жүре керек. Денсаулығы жақсы, болмаса ауырмаған сөйтсе, жүрегінде ақау бар екен. Айтпаңыз, апа. Ауру деген айтып келмейді ғой, қайтесіз. Естисің. Жалай ағасында деген сол. Астана тынысы. Бүгін нағыз адамгершіліктің үлгісіне айналған азамат жайлы айтып бермекпіз. Жуырда Астана қаласының көше сыпырушысы барлық жиған тергенін кішкентай баланың өмірін арашалап қалу үшін жұмсады. Жалпы қаражат жинау ұзаққа созылып бара жатқанын білеміз. Емхананың бас дәрігерінің айтуынша 8 жасар баланы ақысы қымбат ота жасап аман алып қалды. Кешке біз неге келдіңіз? Сіз біздің қазынамызсыз. Бұл сізге.
Кешіріңіз. Сізді болады ма? Көмектесіп жібересіз бе? Ауыр екен, әлім жетпей жатыр. 7-ші қабатта тұратын едім.